Ассалаумағалейкум достар, сіздермен мен Азамат. Достар, мен неге видео көп шықпады десеңіздер, мен өстіп жүріп әйтеуір в общем төбеге шыққым келді и лава тұрды, и сосын өліп шыға салайын дедім де үйімнің қасынан. Сөйтсем мені айдаладан шығарды, и сосын оны мен бәленбай күн бойы іздедім. Сол басыма жетпеген ғой, қарау, ең бірінші видеоны қарау. Сөйтіп соны қарап әрең дегенде таптым. Ал бүгін не істесек болады? Бүгін давайте тағы да бір үй соғайық, себебі менде темір барлығы да жетеді, маған қажеті де жоқ. Уже керек болса неға барсам, әзірше басқа бір нәрселер істеп. Айтпақшы, мен өлген сол шетелдердің үйін тауып алдым. Бірақ ол жаққа барғым келіп тұрған жоқ, себебі өте алыс. Басқа шетелдердің үйі, мына жақта бір шетелдердің үйі болушы еді, одан басқа. Әлі бар ма еді, жоқ па еді, ұмытқаным. Ал енді достар, келесі видео бір блок болады. Біреуі әшейін кәдімгі бір блок болса, екіншісі модпен бір блок. Оны мен нақтысын білмеймін, ойнап көрген жоқпын, ол шын ба, өтірік па, көреміз. Ал енді қазір мен ағаш жинап алайын. Мұнда зат деген тола. Мен мынау печканы сояқтан алып. Тоқым таптым мен. Книга таптым мынандай. Балық ауладымда негізі менде мысық, бір ит, 3 мысық болған. Бірақ оны мен шынымды айтсам мүлде таба алмадым желаниядан. Сосын творчески мен іздедім, ал олар қалып қала берді. Содан керек емес дедім да тастап кете салдым сояққа. Қазір дәл ортаға тура шетелдердікіндей қылып ұстап қоямын. Менде бір әдемі идея бар. Бүгін үйіміздің сыртын қоршап әдемілеп қоятын боламыз. Келесіде ит, келесіде соғайық. Ал бастайық. Айтпақшы, маған өте көп күрек қажет болады қазір. Күрек істеп алайық. Неден істеймін күректі? Дойте бірінші тасты атсы, болып табылды. Темірді қойық. Вот. Мынандай глиникамен қаяқтан жасайды деп ойлайтындар бар болса, бұны кәдімгі тасты айналдырасыз соған. В общем, мынаны булыжникті кәдімгі тасқа печка арқылы айналдырасың, и кәдімгі тасты пешке қайттан салып не істейсің, бейне тасқа айналдырасың. Ал ол арқылы, по-моему, осы пешті жасау болады. Міне көрінді жоқ. Вот. Мұнда қоя салайын, керек болады. Бұл не үшін керек десеңіздер, бұл анадан қараған тез көріңіздер. Мұнан мен жартысын алып, мұнан жартысын алып, мына пешке сала салайық. Кішкене болсын жылдамырақ болады. Айтпақшы, бір темір болу. Енді маған күрек, лопата күрек
Sert жүректеп кетеміз. Бір жаман. Тек қана айтпақшы былайынан ақ істей беруге болады. Жақсы, керек емес. Сен маған керек емессің. Мен саған керек емеспін. Ал енді тасты қалай істейтін еді? Қояйық та, көріп алайық. Мына тас керек. Болды, бәуірім. Şimdi тәуірім. Мынаны бүйтіп сала саламыз. Бұл мұнда істемейді ғой. Ой-ой. Әлде... істемейді. Тұра берсін. Керек емес болды. Маған блужниктер істеу керек. Алға дейін ұйықтап алайық. Ой, сандықтың ішіне кірген. Ал енді күтеміз. Ал енді бірінші мына ағаштардың барлығында шауып тастайық. Тез. Ал сіздер үшін бұл 1 секунд. Ал енді бітті бүкілі. Ағаштар қазып енді мына жердегі бүкіл қарларды алып жер мынадай тек-тегіс қылып жер қойып тастау керек. Сосын менде бір түнде жанатын бір свет жасаймын. Лайк басып, комментарий жазып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Не секіресің? Братағыңыз секіретін болғансың ба несіне? Құрайшы бәр. Кірме. Кіргеткен жоқ мұны. Енді жер қазылайық. Қай жақты қазсам болады. Ал достар, айтпақшы мен сіздерге өзімнің дерзкі скинімді көрсетіп жіберейін. Міне, негізі бұл дұрыстап жасаған жоқпын. Әлде кішкене шашын не істеу керек, үшін кішкене қоюлау қылу керек, киімін қоюлау қылу керек әлі. Бұл скинді өзім жасағам. Негізі бұл кейбіреулер көрген шығар ютубтан Бриксті. Сол бұл, ол яғни аниме секілді жасалған Майнкрафттағы. Ондай бұл, по-моему, ешкімде жоқ скин. Себебі мен бұны өз қолыммен істедім. Жалғастырамыз.
Al dostlar olsun bizim videomuz da ayakta oldu. Hadi hadi.